Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге дәл базардағыдай болып шығатын өте дәмді, сырты сондай қытырлақ, салмасы өте дәмді, сондай сочный болып шығатын чебуректер дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Мен екі түрлі салмамен дайындадым. Біреуі етпен, біреуі картоппен. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Міндетті түрде қатты қайнап тұрған осындай ыстық суды пайдаланамыз. 300 грамм ыстық суға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қантты салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне жарты шай қасық ашытқы қосып, ұнымызды араластырамыз. Дайындап алған суымызды кішкене бөлікшелерден осы ұнымыздың үстіне құйып, қамырымызды илейміз. Бәрін бірден құйсаңыздар, су қатты ыстық болғандықтан илей алмайсыздар. Сіздерге ыңғайсыздау болады, қолдарыңыз күйеді. Сондықтан осылай аз-аздан құйып отырып қамырымызды илейміз. Қамырымызды толықтай біріктіріп алғаннан кейін 5 минуттай қайтарып илейміз. Қамырымызды қайтарып илегеннен кейін 20 минут жарты сағатқа тындырып қоямыз қамырымызды. Сіздерде осындай еттің қамыры сияқты орташа қаттылықтағы қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Қамырымызды демалуға жібердік. Енді ортасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Бірінші салмасына пюре дайындайтын боламын. Өзіңізге керекті картопты көз мөлшерімен жақсылап сыртын ашып, жуып, тазалап, таза суға салып, осылай майдалап турадым тез пісу үшін. Тұз қосып пісіріп аламыз. Үстіне дәмді болу үшін сары май, қара бұрыш қосып, вилканың көмегімен езіп, пюре жасаймыз. Қалауларыңызға қарай кішкене сүт тамызып жіберсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Екінші салмасына фаршты қосатын боламыз. Фаршымызға дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қалауларыңызға қарай пиязды майдалап турап, осылай қоссаңыздар да болады. Етіңіз ортасында толықтай пісу үшін базардан сатып алған фарш болса да, қолдың фаршы болса да, пиязын қосқаннан кейін ет тартқыштан тағы да бір өткізіп алсаңыздар, өте майдалап береді. Фарштарыңызға дәмдеуіштерін пиязды қосқаннан кейін міндетті түрде ет тартқыштан өткізесіздер, сол кезде ортасы толықтай піседі. Енді қамырымызды алып, осылай барлығын 49-50 граммнан бөліп аламыз. Көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Мен барлық чебуректер бірдей болу үшін 49-50 граммнан осылай бөліп, жаюға оңай болу үшін дөңгелек формаға келтіріп алдым. Енді қамырларымызды өте жұқа етіп жаямыз. Құрамында дрожжымыз бар, сондықтан аз-маз ғана көтеріледі. Қамырларыңызды жұқа етіп жайсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Қамырларымызды жайып алғаннан кейін салмасын салып, қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Оның үстінен оқтаумен басып шығамыз. Жиектерін оқтаумен басып шықсаңыздар, жиектері ашылып кетпейді, қатты тығыз болып осылай бекітіледі. Және де вилкамен үстінен 1-2 мәрте қайтара басып шықсаңыздар, қамырларыңыз мүлдем ашылып кетпейді. Менің каналымнан түрлі таңғы астарды, түскі, кешкі астарды, түрлі десерттерді, тәттілерді дайындау жолдарын көре аласыздар. Ең бастысы үй жағдайында қарапайым заттармен ғана жасалатын рецепттер. Бір жасағаннан шығатын. Мені жоғалтып алмас үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да бір чебуректі көрсетемін. Бұл жолы картоп салмасымен көрсететін боламын. Осылай қамырларымызды жұқа етіп жайып аламыз. Ортасына салмасын салып, қолымыздың көмегімен бекітеміз. Оқтаудың көмегімен басып шығып, вилканың көмегімен тағы да бір басып шығатын боламыз. Бүкіл чебуректерді дәл осы рецептпен жасаймыз. Барлық чебуректерді осылай алдын ала дайындап алсаңыздар, қуыруға оңай болады. Және де кеуіп кетсе, бетінде осындай шариктер шықпайды. Барлығын осылай ыдысқа салып алғаннан кейін бетін жауып отыруды ұмытпаңыздар.
Майымызды қыздырып, чебуректерімізді екі жақ беті қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей біздің чебуректеріміз дайын, өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Бір жасағаннан шығады. Қамырының сондай ерекше бір тәтті дәмі болады. Жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар.